Интернет дүкені арқылы сауда жасауға бола ма? Интернет дүкені толық сипаттамасы бар тауарды сататын және сатып алатын веб-сайт. Негізі, тараптардың интернет немесе телефон секілді электронды құрылғылар арқылы онлайн келісім жасау бетпе-бет сауда жасағанмен тең. Ал пошта, факс, телеграф тағы басқа жазу құрылғылары арқылы келісім-шарт жасағанда хаттың екінші тарапқа жетуі ижап, ұсыныс, екінші тараптың сол мәжілісте келісім беруі қабыл алу болып саналады. Қазіргі таңда сатушы белгілі бір тауарды толық сипаттап интернет дүкен арқылы сата алады. Бұл тауар сатушының меншігінде болуы да болмауы да мүмкін. Сатып алушы интернет дүкенінен өзіне қажетті тауарға тапсырыс бергенде, сатушы оны қабылдап келісілген уақытында жеткізеді. Интернет дүкен арқылы сауда жасаудың үкімі төмендегідей қарастырылған. Бірінші, меншігіндегі тауарды өз парақшасында сату, яғни дүкен иесі меншігіндегі заттарды интернет дүкен немесе әлеуметтік парақшалар арқылы сатады. Бұған шариғатта рұқсат етеді. Екінші, меншігінде жоқ затты өзінің парақшасында немесе интернет дүкенде сату. Бұл жерде сатушы көтерме сауда орталығымен алдын ала келісіп, кейін ол тауарға қатысты барлық сипаттарын және мағлұматтарын интернет дүкенде көрсетеді. Клиент тарапынан тапсырыс түскенде, сатушы тауардың ақшасын толық алып, көтерме сауда орталығынан затты сатып алып, келісілген уақытта клиентке жеткізеді. Бұл саудада тауардың сипаты толық көрсетілгендіктен, сәлем келісім шарты негізінде оған рұқсат етіледі. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сендердің кім сәлем саудасы жасаса, белгілі өлшемде, белгілі мөлшерде және белгілі уақытқа дейін сауда жасасын деген. Ал тауардың төлемін толық алмаса, сондай-ақ тауардың нарықта бар жоғы, әрі тапсырыс берілген заттың жеткізілуі белгісіз болса, мұндай саудаға тыйым салынады. Өйткені пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіңде болмаған нәрсені сатпа делген. Үшінші, интернет дүкен иесі сатушының тауарын жарнамалап сату. Бұл көріністе интернет дүкен иесі делдал ретінде әр тауардан белгілі пайызды немесе белгіленген қызмет ақысы алады. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, бір кісінің басқа біреуге мына киімді мұнша бағаға сат, одан артық бағаға сатсаң, үстіндегі ақша сенікі деп айтудың оқасы жоқ деген. Бұл жағдайда тауарды жеткізу жауапкершілігі делдалға емес, сатушыға жүктеледі. Төртінші, интернет дүкен иесі сатушының атынан уәкілі ретінде сату. Уәкіл сатушының атынан тауарды сатып, ақшасын алады. Әл-Маусуға, Әл-Фақих, Әл-Кувейтия кітабында ғалымдар сауда-саттықта уәкіл тағайындаудың рұқсат екеніне бір ауыздан келіскен, яғни продавец қой. Уәкілдік ақылы да, ақылсыз да болуы мүмкін. Алайда, тауар иесінің рұқсатынсыз берілген бағаны үстіне баға қосып сатуы дұрыс емес. Интернет дүкен арқылы сауда жасаған кезде сауданың рүкіндері мен шарттары толық табылуы керек. Егер тауар баяндалған сипатқа сай болмаса, мұндай жағдайда сатып алушының затты көргеннен кейін қайтарып беруіне құқығы бар.
сіздермен бірге болған мен Мадина. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер.